Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге тағы да үй гүлдері туралы айтқым келіп тұр. Бүгін мен сіздерге кешегі түсіргенімдей фикус каучуконосный деп аталынады. Осы гүлді қалай көбейтуге болады және қалай бұтақтандыруға болады. Сол туралы айтқым келіп тұр. Және бұл фикустың бірнеше түрі бар деп айтып өткен болатынмын. Фикус мынау фикус каучуконосный, мынау фикус бенджамин деп аталынады. Бұл фикус бенджамин, бұны тал сияқты қылып өріп өсіруге де болады. Мен бұны дәл осылай өсірдім, дәл осылай. Ал мына фикус гүлін мынадан көбейттім. Және бұның бұтақтары көріп тұрғандарыңыздай өте көп. Бір үйір қылып отырғызып, көбейтіп отырғызғанмын. Мен бұны өріп, әдемі тал ретінде істегім келіп тұр. Және бұны қалай көбейтеді? Мына, көріп тұрғандарыңыздай, мына стаканға бұтасын үзіп алып, бұтағын осылай суға салып қоямын. Суға салып қоямын, және бұл бірнеше 2 аптадан кейін тамырлайтын болады. Дәл мынаны дәл осылай көбейткенмін. Бұл фикус бенджаминнің ешқандай күтімде, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бұл тек айта өтетін жағдай. Бұл да жарықты жақсы көреді. Және күніне бір рет су сеуіп тұрамын жапырақтарына. Және бұл күздің күні біраз жапырағы сарғайып түседі талдағыдай. Бірақ ешқандай қорқатын еш нәрсесі жоқ. Міне қыстан шыққан түрі осы. Ал жаздың күні жап-жасыл болып, жапырақтар өте қатты көбейеді. Міне көктем шыққалы сіздерге көрініп тұрса, міне жапырақтары шығып көбейіп жатыр. Міне көктем шыға салысымен. Бұған да басқа гүлдерім секілді жаздың күні 10 күнде бір рет удобрение құямын. Қыстың күні ешқандай да удобрение құймаймын. Осы мынаны өріп сіздерге өскеннен кейін өріп көрсететін боламын, қалай өретінімді. Және бүгінгі айтатыным тағы да фикус каучуконосный гүлін қалай көбейтіп өсіреміз және бұны қалай бұтақтандырамыз. Мен сіздерге алып дайындап қойдым, ыңғайлы болсын деп. Мына бұтағы сіздерге мына жерде тұрған болатын. Кескенде аппақ сүт сияқты су ағады. Осыны кесіп алдым. Енді осының астыңғы 2 жапырағын кесіп тастаймын да. Стакан су дайындап қойдым. Осы суға салып қоятын боламын. Осылай. Бұл да бір ай дегенде тамырлайды. Және осыны отырғызатын боламын жеке. Ал мына кесілген жерінен, бұл жерге активированный уголь, немесе садовый вар деген бар, соны жағып қойса болады. Бұл жерден бұтақтап, жеке бұтақтар шығады. Мына бұтақтаған сияқты, мына секілді бұтақтап шығады. Осылай, бұлардың күтімі өте оңай, қиын емес, жарықты жақсы көреді. Осылай көбейтіп отырамын. Және су бөркіп отырамын. 10 күнде бір удобрение құямын. Перекиспен және аммиакты су сепкен кезде 1 литр суға 1-2 тамшы қосып отырамын. Назарларыңызға рахмет. Және қандай гүл туралы білгілеріңіз келсе комментарийға қалдырсаңыздар болады. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қандай сұрақ мазаласа, соны жауап беруге тырысамын. Комментарийға қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.